Жаз өмірін мәз өмірін қысқартты. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Қазақтың ұлттық өнерін насихаттайтын арнаға қош келдіңіз. Мен бүгін сіздерге тағы да бір кезекті танымал әнді домбырада шырқап үйретемін. Бүгінгі кезек құстар әнінде. Осы әнді үйретуді көп адам өтінген болатын. Ендеше видео сабақты соңына дейін көріңіз. Егер сіз менің арнама жаңадан қосылып отырсаңыз, дәл қазір видеоның астындағы подписаться арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Жанында қоңырау шағын міндетті түрде жазып қойыңыз, сонда әрбір видеодан хабарлама келіп отыратын болады. Жалпы арнаның дамуына үлес қосу үшін домбыра тартуды үйренгісі келетін, ән шырқауды үйренгісі келетін достарыңызбен, жақындарыңызбен видеоны бөлісе отырыңыз. Жалпы менің домбыра үйретуім бойынша домбыраның ең жоғары жағында тұрған перне бұл 0, ал мынау бірінші ақ нүкте тұрған осы бірінші перне. Осыдан бастап ары қарай санаймыз. 2, 3, 4, 5, 6 болып кете береді. Мен сізге қазір 4-ті бас десем 4-ті, 6-ны бас десем 6-ны. Жалпы қай пернені айтсам, сол санды дұрыс басып отырсаңыз болғаны. Және әннің енді қағысына тоқталайық. Әннің қағысы бізде төмен, жоғары, жоғары қағыс, яғни бір төмен, екі жоғары қағыс. Үнемі осы қағысты үзбей жасап отыру керек. Енді үшіншіден, жалпы домбыраның құлағы, әрине домбыраның құлағын ең алдымен астыңғы ішекті, дәл қазір менде ля, үстіңгі ішек, ми ноталарына дұрысталған. Негізі ән айтқанда осы ноталарға дұрысталған, ол жалпы стандартта дұрыстау болады. Ал немесе өз даусыңызға сай дұрыстасаңыз да болады. Жалпы домбыраның дауысын дұрыстау туралы мен қосымша видео сабақта түсіндіріп өткен болатын. Түсінбей жатсаңыз, сол видеоны міндетті түрде көріп, жалпы дұрыстап алыңыз. Дәл қазір сіздер үшін әннің сандық нотасының дәптерге жазылған нұсқасын қалдырып кеттім. Оны Telegram арнамнан да тауып үйрене аласыз. Ендеше ең алдымен әдеттегідей әнді домбырада бір рет орындап көрсетемін. Егер дәл осы керемет әнді сізде домбырада шырқағыңыз келсе, видео сабақты соңына дейін көріңіз. Сізге барлығы түсінікті болса, ендеше әннің бірінші шумағының бірінші қатарын домбыраға саламыз. Оның сөздері: жаз өмірім, мәз өмірін қысқартып. Жаз өмірін, мәз өмірін қысқартып. Мен жаз өмірін, мәз деген сөздерді 6-шы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, 8 қағыс қағып айтамыз, яғни төмен, жоғары, жоғары, төмен, жоғары, жоғары, төмен, жоғары. Сонымен 8 болады. Жаз өмірім мәз. Енді ө деген келесі буынды 4-ші пернені ұстап тұрып айтамыз. Бірінші саусақпен бір қағыс. Ө, мә деген буынды 2-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен ұстадық. 2 қағыс қағамыз, төмен, жоғары. Мәрім деген буынды 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстап, бір қағыс қағып айтамыз. Рін. Енді қ деген буынды қысқартып деген сөздегі 6-ші пернені бірінші саусақпен ұстап, бір қағыс қағып айтамыз. Қ. Ыс деген буынды 9-ші пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Бас бармақ 7-ші перненің жоғары жағында тұрады осылай. Енді осы жерде тұрып
бір қағыс қағамыз. Ыс, қар деген буынды айтатын кезде жетінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ сол орнында тұрады, жетінің жоғары жағында. Бір қағыс қағамыз. Қар, тып деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Төмен жоғары үш қағысымызды екі рет қағамыз, сонда 6 қағыс қағамыз. Осымен бірінші қатар аяқталды. Енді бірге бәрін қосып тартқанда былай болды. Мұқият қарап отырыңыз, сіздікі де осылай шығу керек. Жаз өмірім, мәз өмірім, қысқарды. Осылай түсінікті болды деген ойдамын. Бірінші қатар осымен аяқталды. Қайта тартып жаттап алыңыз. Екінші қатардың сөздері: бара жатыр, құс қайтып. Бұл сөздерді домбыраға саламыз. Ең алдымен бара жатыр, ба деген буындарды төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, 7 қағыс қағып айтамыз. Яғни төмен жоғары қағысымызды 2 рет, сосын тағы бір төмен қағыс. Сонымен 7 қағыс қағамыз. Бара жатыр, ба. Тағы да а деген буынды созып айтамыз. Оны 6-шы пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Бас бармақ жаңағы тұрған орнында жылжыған жоқ, 4-тің жоғары жағында тұрады осылай. Енді бір қағыс қағамыз. А, ра деген буынды айтатын кезде 4-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен бір қағыс. Ра, жа деген буынды айтатын кезде 2-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен 2 қағыс. Жа, тыр деген буынды айтатын кезде бірінші саусақты ұстаймыз. Бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. бір қағыс. Тыр. Енді құс қайтып деген сөздерді айтатын кезде, құс деген сөзді айтатын кезде ашық 2 қағыс ойнаймыз. Құс. Қай деген буынды айтатын кезде бірінші пернені қайтадан ұстаймыз. бір қағыс. Қай. Тып деген буынды айтатын кезде енді ең соңғы 2-ші пернені ұстаймыз. 2-ші саусақпен жаңағы төмен жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз, сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Сонда бара жатыр, құс қайтып деген қатар былай болды. Мұқият қарап отырыңыз. Бара жатыр, құс қайтып. Осылай. Өте керемет ән. Негізінде 2-ші қатарда жақсылап қайта тартып жаттап алыңыз. Келесі 3-ші қатардың сөздері: зымырайды менің бала кезімдей. Осы сөздерді домбыраға саламыз. Ең алдымен зымырайды ме деген буындарды 9-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып 7 қағыс қағып айтамыз. Жаңағы төмен жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз, сонда 6 қағыс, сосын тағы 1 қағыс қағамыз. Сонда 7 қағыс болады. Е деген буынды айтатын кезде 11-ші пернені ұстаймыз кішкентай саусақпен, ал бас бармақ жаңағы 9-дың жоғары жағына тұра береді. Енді осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Нің деген буынды айтатын кезде қайтадан 9-ші пернені ұстаймыз бірінші саусақпен. Нің. Бір қағыс қақтық. Енді ба деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. 2 қағыс қағамыз. Ба. Ла деген буынды айтатын кезде 6-ші пернені ұстаймыз бірінші саусақпен. 1 қағыс. Ла. Ке деген буынды айтатын кезде 4-ші пернені ұстаймыз бірінші саусақпен. 2 қағыс. Ке. Зім деген буынды айтатын кезде 6-ші пернені ұстаймыз. Қайтадан бірінші саусақпен 1 қағыс. Зім. Және ең соңғы дей деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені 2-ші саусақпен ұстаймыз. Осы жерде тұрып төмен жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз, сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Дей. Сонда зымырайды менің бала кезімдей деген сөздер домбыраға салынғанда былай болады. Зымырайды менің бала кезімдей.
осылай 3-ші қатарда аяқтадық. Әннің бірінші шумағының ең соңғы 4-ші қатары, оның сөздері бір жалт етіп өте шыққан кезінде. Бұл қатарды жақсылап домбыраға салып үйреніп алыңыз, себебі қайырмада дәл осыны тағы да қайталаймыз. Енді мұқият болыңыз. Бір деген сөзді ең алдымен 6-шы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, 2 қағыс қағып айтамыз. Бір жалт деген буындарды 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып 3 қағыс қағып айтамыз. Жалт сонда бір жалт қағыстан шатаспаңыз, үнемі төмен жоғары қағысты қағамыз. Сосын тіп деген буынды айтатын кезде 2-ші пернені ұстаймыз бірінші саусақпен, бір қағыс тіп. Енді дәл осы бір жалт етіп деп қазір ғана ойнаған, домбырада ойнаған әуенді тағы да қайталап мына сөздерді айтамыз. Өте шыққан, осы сөздерді. Жаңа ғана бір жалт етіп деген болатынбыз. Енді өте шыққан. Дәл осыны қайталау болды. Осы өте шыққан деген сөзді тағы да бір рет қайталаймыз. Өте шыққан. Енді ең соңғы се деген буынды айтатын кезде бірінші пернені ұстаймыз, бір қағыс. Се, деген буынды айтатын кезде 2-ші пернені ұстаймыз, 2-ші саусақпен, бір қағыс. Зім деген буынды айтатын кезде тағы да бірді ұстаймыз, бір қағыс. Зім. Және ең соңында де деген буынды айтатын кезде ашық, төмен жоғары 3 қағысымызды 2 рет ойнаймыз, сонда 6 қағыс. Сонда жалпы шатасып кетпеңіз. Бір тартқан нәрсені 3 рет қайталадық. Мұқият қарап отырыңыз, сіздікі де осылай шығу керек. Өте оңай негізінде. Бір жалт етіп, тағы да өте шыққан, сезімде. Сонда жалпы әннің бірінші шумағын осыны домбыраға салып қойдыңыз. Қалған шумақтардың барлығы дәл осы әуенде тартылады. Сіз үшін қазір мен әннің бірінші әуенін жай қағыспен бір шумағын толық тартып көрсетемін. Сізге де осылай шығу керек, мұқият қарап отырыңыз. Шумағы, әннің барлық шумағы осылай тартылады. Енді әннің қайырмасына да кезек келді. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, есіңізге сала кетейін, дәл қазір тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Жаңадан шыққан әрбір видеоны көріп отырыңыз. Домбыраны насихаттау үшін достарыңызбен, жақындарыңызбен видео сабақты бөлісе отырыңыз. Әннің қайырмасы барлығыңызға таныс. Мен оның қазір әнін жалпы домбырада қалай шығару керек екенін үйретемін. Мұқият қарап отырыңыз. Төменгі ноталарға түсу керек. Ең төменгі нота ол бізде қазір 14 болады. Мінекей 14-ші нота деген мына ақ нүктеден кейінгі нота 14. Осы енді мынау 13 қасындағысы, одан алдыңғысы. Енді осы екеуін кезек-кезек тартамыз. Қараңыз.
бірінші бас бармақ кәдімгідей жауып тұрады, 14-тің жоғары жағын, 14-ті екінші саусақпен ұстадым, бір қағыс қағамыз. Бұның да қағысы кәдімгі төмен, жоғары, жоғары. Енді келесі 13-ті қағамыз, бірінші саусақпен ұстаймыз, жоғары қарай, бас бармақ сол 14-тің жоғары жағына тұра берсін, бір қағыс, қайтадан 14-ке барамыз, екінші саусақпен бір қағыс. Сонда үшеуі былай болды, кезек-кезек. Енді келесі қағыс 6-шы пернен ұстаймыз да, бірінші саусақпен төмен, жоғары, жоғары 3 қағыс қағамыз. Сонда бірінші қатар былай болды. Енді екінші қатарды айтатын кезде, жалпы осыны тағы да қайталаймыз, дәл осы үйренгенімізді. 14, 13, 14, 6. Сонда екі реттен тарттық. Енді келесі 11 мен 9-дың арасында дәл осылай әуен ойналады. Енді оны біз былай ұстаймыз. Бас бармақ 9-дың жоғары жағында, ал кішкентай саусақ осылай 11-ді ұстайды. Бір қағыс қағамыз. Сосын 9-ды бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Қайтадан 11, кішкентай саусақпен. Үшіншісі кетті. Енді қалған үшеуін төмен, жоғары, жоғары қағысты 4-ші пернен бірінші саусақпен ұстап, бір рет қағамыз. Сонда былай болды. Осыны тағы да бір рет қайталаймыз, дәл осы әуенді. Сонда жалпы қиын деп отырғанымыз негізі өте оңай. Қараңыз, 13, 14, сосын 11, 9-дың арасында. Осылай, осы екеуін қайта-қайта қайталап жаттап алыңыз. Енді ары қарай жалғасы. Екінші пернен бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. 4-ші пернен ұстаймыз, енді бірінші саусақпен бір қағыс. Сосын 7-ші пернеге бірден түсеміз, екінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс. Енді ең соңында 6-ші пернен бірінші саусақпен ұстап, төмен, жоғары, жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз, сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Сонда жалпы бұл қазір ғана үйренгеніңіз әуеніңіз былай шықты. Енді қайырманың ең соңғы бөлімін үйренеміз. Ол жалпы жаңа ғана айтқан әннің бірінші шумағының 4-ші қатары, яғни жаңа мен дұрыстап жақсылап жаттап алыңыз деген бір жалт етіп, өте шыққан сезімдей. Дәл осы әуенді тартамыз. Түсінікті болды деген ойдамын. Енді қайырманы жалпы толық бір рет тартып көрсетемін. Мұқият қарап отырыңыз. Сізде де осылай шығу керек. Басынан бастаймыз. Мінекей осымен жалпы әннің қайырмасын да домбыраға салдыңыз. Құттықтаймын. Әннің реттілігін сақтап, бірінші проигрыш тартуды ұмытпаңыз, яғни бастапқы жай ғана домбырада ойналатын әуен, ол әуен бізде осы жаңа ғана үйренген қайырма, немесе ең соңғы жаңағы бір жалт етіп өте шыққан сезімде деген
сол домбырада сол әуенді ойнап проигрыш қылсаңыз болады. Енді бірінші шумақты тартамыз толық, сосын қайырма, сосын екінші шумақ, сосын тағы да қайырма, сосын проигрышты тағы да ортасына бір рет тартамыз, сосын үшінші шумақ, сосын тағы да қайырманы 2 рет немесе 3 рет айтып, жалпы әнді осылай домбырада шырқап жүрсеңіз болады. Нұрғиса Тілендиевтің өте керемет танымал әндерінің бірін домбырада шырқап үйренгеніңізге қуаныштымын. Видео сабақты соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенше, жалпы қандай әндерді үйретсем болады, алдағы уақытта өз пікіріңізді, қалаған әндеріңізді комментарий бөліміне жаза отырыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Мен үшін сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Және де видеоларды жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қазақтың ұлттық өнерін бірге жаңғыртайық. Сау болыңыз.